Қаралы сұлу 3 бөлім. Арманның жаназасына ата-анам мен әпке жездем барлығы келді. Құдалар бір-бірімен осы қайғылы жағдайда танысты. Арманымды жер анаға тапсырған соң, адам аяғы сабырсыған кезде анам енеме, ұлыңыздың 40-ы өткен соң қызымды алып кетемін, деді. Әкем жақ ашпады. Бірақ жездем екеуі сүйекшілермен бірге қабір басына барып, күйеуімді жерлеуге қатысып келді. Арада 40 күн өткен соң анам тірі өліктей болып қалған мені алып кетті. Төркініме келген соң мен қатты күйзеліске түсіп кеттім. Әкем маған ләмим деп сөйлеген жоқ. Бір күні әпкем мен жездем келді. Менің жағдайымды біліп, әрі әкеме немерелерін көрсетуге алып келіпті. Әпкем мені көріп жылап көрісті. Бар ақылын айтып, ары қарай өз-өзіне кел, жассың, өмір сүруін керек, мына дімкәс әкенді ойла. Әкем мықты сияқты болып көрінгенімен жағдайы нашар, деді. Есіңді жи қалқам, деп бір күн болып әкемнің көңілін аулап, ертесіне қайтып кетті. Шынымен байыптап әкеме қарасам, өні бозарып, бойы да шөгіп кеткен сияқты. Әкем ұзын бойлы, денелі, қара торы ренді кісі болатын. Әпкемнің сөзінен кейін біртіндеп өз-өзіме келе бастадым. Баяғы үй шаруасына араласып, анама көмектесемін. Мұнымды байқаған анамның жүзіне бір қуаныш, үміт оты жарқ ете қалғандай. Көршілер мен келгеннен кейін үйге көңіл айтып кіріп шықты. Арада біраз уақыт өткен соң бір күні Шалғынбай көке келді. Әкеммен амандасып, хал жағдайын білуге келіпті. Мен жай ғана бас изеп амандаса салдым. Ол кісіден біртүрлі қысылдым. Шай жөндеп бердім де өз бөлмеме кетіп қалдым. Әкем, анам үшеуі ұзақ отырып шай ішті, әңгімелесті. Ол кісі кеткен соң бөлмемнен шығып дастархан жинастырып жатқанмын. Бір кезде әкем мен анам кірді. Әкем, қызым, таста оны, отыр, деді. Үйге келгелі алғаш рет тіл қатты. Бір рет қателестін, оныңды кештім. Болары болды, арманың келмеске кетті. Тірі адам тіршілігін жасайды. Енді сөзіме құлақ сал. Әлгі Шалғынбай көкен сенің жағдайыңды бәрін түсініп, арадағы достығымызды сыйлап, баяғы уәдеміз бойынша Сәкенге сені жар етіп қосайық. Жастықпен қателескен екен, қызыңызды кештік. Сәкен де қарсы емес. Балам қызыңызды бұрыннан ұнататын еді ғой. Көп ұзатпай екеуін үйлендірейік, депті. Анам болса, бұл ол кісілердің тектілігін көрсетеді. Бір жерден қайтып келді деп отырған жоқ. Сенің жағдайында олардың әлі де сені келін еткісі келетіндеріне қуануын керек. Әлі жассың, бағын ашылады, дейді. Мен не дейін? Арманымның топырағы кеппей жатып, бұларыңыз не? Дегім келді. Бірақ айтуға батылдығым жетпеді. Үндемей дастарханды жинап, ыдыс-аяқты жуып, бақша жаққа барып әбден өксіп жыладым. Арманға қалай сатқындық жасаймын? Жазатайым ажал құшты, топырағы кепкен жоқ. Ал әкемнің сөзі мынау. Мұндайға көндіккенше мені өзіңмен бірге ала кетпедің бе? Деп егіліп жылай бердім. Араға көп уақыт салмай Шалғынбай көке бір қауым туыстарымен келіп, жөн жоралғысын жасап, мені үйден ұзатылып алып кетті. Беташар жасамады. Тек бір қойын сойып некемізді қиғызып, ұлына қосты. Алайда бұл үйге үйрену маған өте қиын болды. Сол түні күйеуіммен бір төсекте жатқанымызбен Сәкен маған қолының ұшында тигізген жоқ. Ол жастайынан осындай тұйық болатын, көп сөйлей бермейтін. Ұзын бойлы, арықтау, қараторы жігіт еді. Бұл кісілердің шөп орып таситын трактор техникалары бар болатын. Сәкен сол тракторды жүргізетін. Малды ауылдарға шөп орып жинап, зел көлігімен сататын. Осылай екінші рет келін болып үй шаруасымен айналысып, мәңгүрт адам секілді жүре бердім. Ешқандай сезім жоқ. Қуыршақ секілдедім. Сәкен сол күйі бірге жатып тұрғанымызбен маған тиіспейтін еді. Мұнысы маған да жақсы. Арманымды ұмытқан жоқпын. Кейде оны ойлап сағынып, ешкімге білдірмей жылап алатынмын. Ол үйде ата-енем,
Қайнағам, абысыным, 2 баласымен сосын қалада оқитын студент қайным тек демалыс күндері келіп тұратын. Бір күні үйдегілер қалаға абысынымның үйіне тойға баратын болды. Құдалары Тараздікі еді. 2 күнге кететін болды. Үйде Сәкен екеуміз ғана қалатын болдық. Олар кеткен соң кешкі ас жасадым. Сәкен полядан келетін уақытысы болса да кешігіп жатты. Мен оны күте-күте келмеген соң бөлмеме барып жата тұрайыншы деп жантайып едім, ұйықтап кетіппін. Бір кезде иттің үрген дауысынан оянып кеттім. Сыртқа шықсам, Сәкен келіпті. Тамақ ішесің бе? Десем, мені күтіп отырсың ба? Мені де күтетін әйелім бар екен ғой, деп дөрекі жауап берді. Сөйтсем ішіп алған екен. Мен, жүр, жайына жатып демал, деп қолтығынан демейін деп едім. Ол мені белімнен қапсыра құшақтап алды. Мен оның мұнысынан шошып кеттім. Сөйтіп едім, ол, сен мені менсінбей, әлгі арманыңмен қашып кеттің. Ат айналып қазығын табады дегендей, енді айналып өзіме келдің. Әкем болмаса, мынадай сұлу болмасан, саған үйленбейтін едім. Бетін ашылған әйелсің сен. Оның қай жері менен артық болды? Мен одан да артық екенімді көргін келе ме? Деп мені көтеріп алды. Мен қорқып кеттім. Сәкен, қойшы, жіберші. Сен массың. Не істеп не айтып жатқаныңды өзінде білмейсің. Мен сені бала кезімнен ағамдай көрдім ғой. Десем тыңдайтын түрі жоқ. Оның мұндай мінезін ешқашан көрмеген болатынмын. Әрдайым бір қалыпты томаға тұйық болып жүретін. Содан менің қарсыласқаныма қарамастан көтеріп алып жатын бөлмеге апарып, төсекке алып ұрып, зорлықпен өз дегеніне жетті. Сөйтті де қорылға басып ұйықтап кетті. Мен болсам сол түні қатты қорландым. Көкірегім қарс айрылып, көмейіме ащы өксік тығылып, ашынып жыладым. Бардым да тұла бойымды ысқылап ұзақ жуындым. Жанарым жасқа шалынып, жүрегім қысылды. Тұрмысқа шыққан соң күйеуіме әйелдік міндетімді атқаруым керек екенін білемін. Бірақ осылай болады деп ойламадым. Арманымды сағындым. Оған деген сағынышым, қимастығым басылмаған еді. Амал жоқ. Ата-анамның ықпалымен тағдырыма мойын ұсынып, іштен тындым. Сәкенді іштей жек көріп кеттім. Содан ертесіне ол түк болмағандай тракторына мініп кетіп қалды. 2 күннен кейін үйдегілер келді. Тойда әңгіме қылып, шай ішіп отырған. Мен ас үйде едім. Дарбазаның алдына бір көлік келіп тоқтады. Терезеден қарасам Жездем екен. Тыныштық па? Жездем мұнда қайдан жүр деп алдынан жүгіріп шықтым. Жездем амандасып үйге кірді. Мен шай жаналап әкелейін деп ас үйге кеттім. Келсем бәрі түнеріп отыр. Атам, қызым, бекем бол, әкен бақилық болыпты, дегенде көз алдым тұманданып кете барды. Әкем сол күні кешке қарай, мазам болмай тұр, тынысым тарылып барады, бақшаға барып отыра тұрайын, деп сыртқа шығып кеткен екен. Ал анам болса ас үйде тірлігін істеп жүре беріпті. Бір кезде әкем келмей кеткен соң, тонып қалар, ұзақ отырды ғой, деп күртешесін алып бақша жаққа қарай барса, әкем үстелде отырған күйі арғы дүниеге жүріп кетіпті. Араға көп уақыт салмай-ақ арманымның артынан әкем де кетіп қалды. Сөйтіп, қайғы үстіне қайғы жамылып, жылай-жылай әкемді де жерлеп, жетісін өткізіп қайтып келдім. Менің тағдырымды шешсе де, әкемді қатты жақсы көретінмін. Әкем мен үшін ер азамат осындай болу керек дейтін үлгі аларлық жан еді. Темекі шекпейтін, арақ ішпейтін, анама ұрысып, болмаса ұл тумадың деп айтып, үйдің берекесін алған емес. Әпкем екеумізді сырттай білдірмегенімен қатты жақсы көретін. Мен іштей егіліп, қатты қамығып жүргенімде, Сәкен тіпті жиі ішетінді шығарды. Үйдегілер жатып қалғанда кеш келеді. Маған сол баяғысын қайталап айтады. Күштеп қосылады. Мен күн өткен сайын одан әрі жек көре бердім. Осылай жүргенде аяғым ауырлап қалыпты. Мұны білгенімде мүлде қуана алмадым.
Сәкеннен бала көтергенше арманымның артында тұяғы қалғаны дұрыс еді, деп іштей күйзелдім. Сәкеннің ұрпағын өмірге әкелгім келмеді. Ешкімге айтқым келмеді. Бірақ абысыным сезіп қойды. Сөйтіп үйдегілердің барлығы естіді. Сәкен де өзінше қуанып: "Көрдің бе? Ана махаббатың менен әлсіз екен. Мен сені келе салып көтерттім. Бүгін мені күтпе. Жолдастарыма сенің аяғын ауыр болғанын жуамын", деп менің өткенімді қозғап, арманның аруағына тіл тигізіп, онсыз да жабырқаулы жанымның жарасын тырнап кетіп қалды. Мен оны күтпейтін де едім. Қайта кей күндері көрші ауылдарға шөп шабуға кетіп келмей қалса қуанатынмын. Таң ата біреу дарбазаны қатты қаққаннан селк етіп оянып кеттім. Көрші жігіт пен полиция екен. Трассада түннің бір уағында Сәкен ішіп алып, тракторымен жүк көлігіне соғылып, басынан ауыр жарақат алып, сол жерде тіл тартпай кетіпті. Бұл біз үшін ауыр соққы болды. Оны қанша жек көрсем де, бұлай болғанын қаламап едім. Осылай аз уақыттың ішінде екінші рет қара жамылып жесір атандым. Жалғасы бар.